Махаббат трагедиясы әлем әдебиетіндегі мәңгілік тақырып. Қазақ фольклорындағы қоз көрпеш баян сұлу, қыз жібек, айман шолпан сияқты жырлардағы тақырыпты шәкәрім алғаш рет поэма жанрының өрнегімен өрбітеді және бұл тақырыпқа бірнеше шығарма арнайды. Қалқаман мамыр, Нартайлақ пен Айсұлу, Еңлік кебек, Ләйлі Мәжнүн сияқты шығармалары сол кезеңдегі поэма жанрын дамытуға қосқан үлкен үлес болып табылады. Еңлік пен кебек оқиғасы туралы мәлімет 1892 жылы Дала уалаяты газетінде қазақтың естерінен кетпей жүрген бір сөз деген атпен жарияланған. Оқиға 1780 жыл шамасында Шыңғыс тауының баурайында Матай мен Тобықты руларының арасында болған. Бұл мақаланың авторы Абайдың өз деген пікірі бар. Қалай болғанда да шығармаға сұранып тұрған тарихи трагедияны шәкәрімге Абай ұсынған. Нәтижесінде халық жүрегінде жатталып, ауыздан ауызға тараған тамаша туынды дүниеге келді. Бүгінгі күнде поэманың екі нұсқасы белгілі. Поэма 1912 жылы Семейдегі Жәрдем баспасынан жеке кітап болып жарық көрген. Еңлік кебек 652 жолдан тұратын 11 буынды қар өлең үлгісінде жазылған шығарма. Поэмаға ескілік, рушылдық, сол уақыттағы әйел теңсіздігі, әділетсіздік жайлаған заманның құрбаны болған екі жастың махаббат драмасы арқау болады. Поэманың түпкі идеясы қоғамның әділетсіздігіне, озбырлығына қарсылық. Шығарманың негізгі кейіпкерлері бір-біріне ғашық болған жастар, Еңлік пен кебек, бірақ дауласқан екі ру Тобықты мен Найман билері екеуін ат құйрығына сүйреп өлтіруге бұйырады. Екі жастың 4 айлық баласы жылап жетім қалады. Аяқ осындай қайғылы оқиғаға апарып соқтыратын қоғамдағы әділетсіздікті халық талқысына ұсынады. Ел ішіндегі батырмен бағланды, содырмен сотқарды, жақсымен жаманды, наданмен дананы, әділетпен аярды, солардың кескін келбеті, іс-әрекеттер арқылы даралап көрсетіп, оқиғасы шынайы, композициялық құрылымы шымыр, тіл кестесі келіскен көркем туынды жасаған. Шәкәрім шығармасы арқылы Еңлік пен кебек қазақ даласындағы ғашықтар символының қатарына қосылды. Кейіннен бұл тақырыпқа ұлы Мұхтар Әуезов Еңлік кебек атты драмалық шығарма жазды.